Гамаржоба достар. Бұл грузинча мындасу. Айтқандай-ақ ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода мен сіздерге Европадағы ең кішкентай елдердің бірі Грузия туралы айтамын. Ең алдымен арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Бұл сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін үлкен еңбек. Ендеше видеоны бастайық. Грузия, Гүржістан немесе Гүржия Еуропа құрлығының оңтүстік шығысында Кавказ тауының оңтүстік бөлігінде орналасқан мемлекет. Гүржістан 66 ауданға бөлінеді. Құрамына Абхаз және Аджар республикалары енеді. Шекарасы Ресей, Әзербайжан, Түркия және Армения мемлекеттермен шектесіп жатыр. Жер көлемі 69.000 км шақырым. Халық саны 4 миллион адам. Тұрғындарының 70% грузиндер, бұдан басқа 8% армяндар, 6% орыстар, 6% әзербайжандар және тағы да басқа халықтардан тұрады. Астанасы Тбилиси қаласы. Онда 1,2 миллион тұрғыны бар. Халықтың көпшілік бөлігі христиан, қалғандары мұсылмандар мен католиктер. Ресми тілі грузин тілі. Мемлекет басшысы президент. 1995 жылы қыркүйек айынан бастап ұлттық ақшасы лари болып есептелінеді. Ұлттық мейрамы болса тәуелсіздік күні. Енді грузиндер кім, қайдан келді деген сұрақтарға жауап береміз. Былайша айтқанда тарихымен танысайық. Ендеше бастаймыз. Біздің заманымыздан бұрын 8 ғасырда қазіргі Грузия аумағын алдымен кемерліктер, кейін сақтар басып алды. Көп уақыт бойы бүкіл Кавказ аймағы Медия патшалығы мен Ахамен әулетінің иелігінде болды. Батыс Грузияда Колхида патшалығы, ал шығыс Грузияда Иберия патшалығы құрылды. 3-4 ғасырларда елге христиан діні тарай бастады. 4 ғасырдан бастап Грузияға парсылар шабуыл жасап, 523 жылы елді толықтай парсылар бағындырды. 7-9 ғасырларда Грузияның басым бөлігі араб халифатына қосылды. 10 ғасырдан бастап Грузия бір тұтас мемлекет болып бірікті. Елді Багратион әулетінен шыққан патшалар билеп, 11 ғасырда солтүстік Арменияны жаулап алды. Давид I, Георгий III, Тамара патшалар тұсында Грузия Кавказдағы ең мықты мемлекеттердің бірі болды. Грузия 10 ғасырдың екінші жартысынан бастап Шыңғыс ханның ұрпақтарының 14 ғасырдың екінші жартысында Әмір Темір мемлекетінің иелігінде болды. 15 ғасырда бірнеше ұсақ мемлекеттерге дырап, 16-18 ғасырларда Иран мен Осман сұлтандығының арасында ұрыс майданына айналды. 17 ғасырда ирандықтар Грузияға бірнеше рет жорық ұйымдастырды. 18 ғасырдан бастап Грузия қайтадан бірге бастады. Картли және Кахети патшалықтары бірікті. 1801 жылы Картли, Кахети патшалықтары өмір сүруін тоқтатып, шығыс Грузия толығымен Ресейге қосылды. Кейіннен батыс Грузияда Ресейге толығымен бағынды. Кеңес одағы кезінде Грузия жерінде 800-ден аса жаңа кәсіпорындар салынды. Соғыстың алдыңғы жылдары өнеркәсіптің 30 шақты жаңа саласы, соның ішінде машина жасау, мұнай шығару, шай, химиялық өнеркәсібі және тағы да басқа заттар жасалды. Ұлы Отан соғысы кезінде Грузия халқы Кеңес одағының барлық халықтарымен бірге жерімізді қорғауға деп аттанды. Грузиядан барлығы 700 мыңдай адам соғысқа қатысты. Егер сіздерге Ұлы Отан соғысы туралы бөлек шығарылым керек болса, онда комментарий қалдырыңыз. Ол шығарылымда біз қызықты мәліметтер, кішкентай балалар да соғысқа қатысты ма? Сол кездің сатқындары туралы айтамын. Былайша айтқанда барлық мәліметті бөлісетін боламын. Ендеше видеомызға көшейік. Соғыстан кейін грузиндер 1990 жылы өз тәуелсіздігін жариялады. Грузияның ең алғашқы президенті болып Звиад Камсахурдия тағайындалды. Енді Грузияның мәдениетімен танысайық. Грузин тағамдары. Грузияның әр асханасының бастық тағамы сорпа. Грузин асханасының ең танымал сорпалары ретінде харчо, чехиртма, хаши және мациниден жасалатын сорпаларды айтуға болады. Хаши сорпасы өте майлы және қою болып келеді. Сорпа сиыр тағамдары мен ішек қарын қосындыларынан дайындалады. Сорпа дайын болған уақытта ұнтақталған сарымсақ және кептірілген лавашпен бірге дастарханға қойылады. Грузин халқының тұтынатын сусындарына тоқталсақ, негізгісі шарап болып табылады. Себебі Грузияда Қазақстандағы грузиндер арасында шарап өндірісі алдыңғы орынға қойылған. Бұл атадан балаға мұра болып келе жатқан кәсіптің бірі десек болады. Грузин киімдері. Грузияның ұлттық киімі 20 ғасырдың басына дейін кеңінен таралды. Байлар мен кедейлер үшін
түрлі костюмдер болды. Былайша айтқанда адамның киімі оның дәулетін білдіріп тұрды. Грузиядағы ұлттық әйелдер киімі өте ерекше болды. Ол ұзаққа созылған киім-кешек картли деп аталды. Картли денеге тығыз орналасып отырды және кебек бисер маталарынан дайындалып, асыл тастармен безендірілді. Және де грузиндер өте ұзын юбка киетін. Әрине, бұның бәрі тек байлар үшін болды. Бай грузиялық әйелдер өз киімдерін жібектен немесе атласты қымбат импорттық маталардан тіктірді. Егер де сіздің Грузияға барғыңыз келсе, ол үшін не істейміз, қанша ақша кетеді? Ең бастысы барып келу билетіңізді сатып алып қойыңыз. Негізі әуе билетке жеңілдіктер жиі болады. Жинаған ақшаңыз болса, арзан билет ала аласыз. Бір жақсысы төлемді қоныстанғанда бір-ақ жасайсыз. Баға әртүрлі. Тбилисиді жаяу аралап жүргенде қаланың дәл ортасындағы үйін бір тәулікке 60 лариге беретін тұрғындар бар. 60 лари дегеніміз теңгеге шаққанда 8700 теңге. Демек, бұдан арзанырақ та, қымбатырақ та үй жалдай аласыз. Бұл орташа есеппен көрсетілген баға. Бұл тамаққа да қатысты. Кішігірім кафелерден, фастфуд нүктелерінен тамақтансаңыз, тағы да ақша үнемдейсіз. Жалпы бағалар Алматының бағаларымен шамалас. Ендеше біз видеоның соңына да жеттік. Мен сіздерге Грузия туралы түсіндіре білдім деген ойдамын. Егер осы видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Келесіде қандай видео шығарайын? Коммент жазып кетіңіз.